Тұрғын сұрақ. Жалаң аяқ жүрген аңғартымды сол жақсы. Ауыл тұрғыны деп. Неме жеке сай ма? Жеке ғой. Ауыл тұрғыны жеке. Жеке, жеке. Апа сәлеметсіз бе? Тіркеліп жіберсеңіз жақсы болар еді. Аха, осы жерге, мына жерге келіп кел. Өзің қарау тұрмысы ба? Жоқ, сен. Сен екісі. Қайда жұмыс істейсіз? Yakın var mı? Ya bu жерде аты жөніңізді салып. Ауыл тұрғыны деп. Сажал берсем mi? Осы жерде ауыл тұрғыны деп жазсаңыз болады. Я ауыл тұрғыны деп. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Осы жерде тіркелу қажет та сол жерде. Он текеме соткан жасасын. Ассалаумағалейкум. Тіркеліп берсеңіз жақсы болар еді. Қатысушы ретінде тіркелу керек те. Фамилия? Иә, фамилия аты жөнінде ауыл тұрғыны деп. Bizning ballar var kadar sırası жұмыс қаласын. Ассалаумағалейкум.
Болды ма? сәлеметсіз бе? Тіркелсеңіз жақсы болар еді. Тіркеліңіз ба? Әкеліңіз. Birazdan iyi bıraktık ki ne bileyim kolumuzu ortadan yürüdük. Тіркелу ғой негізі. Eski kolunu koyup götürdü mü? Жоқ, тіркелу деген бұл жерде қоғамдық тыңдауда қатыстыңыз деген сөз ғой. Барлау лицензия бойынша. Қатысушыларды тіркеу бұл жер. Ну и böyle kocalık dedi. Ben bırak bunu kocalığını bilmiyorum. Başlayı bakayım. Mən, aycar tіркел. Күнді болған мен нәрсені қайта-қайта. Бұлар кейін вакансия қайнығын не шошылып бар. Uygun hospital diyelim var az onu bildim. Bunlar öldürüp atmaydı o yani. Nefiydi varsa bir ödüm var. Geçen çok hocayı yetki başı var topladım. Өте тіркеле салсаңыз қатысушы ретінде негізі тіркелу керек. Болды ма? Саламатсыздар ма, қоғамдық тыңдауға қатысушылар, ауыл тұрғындары. Мен Саржал ауылдық акиматының жетекші маманы Зейнолдамыз. Бүгін біз 2025 жылы 5 қаңтардағы нөмір 3079 ел барлау лицензиясы бойынша 2020-2030 жылдарға арналған Ноғай облысындағы жеке учаскесінде қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспарына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізуге жиналып отырмыз. Қоғамдық тыңдаудың операторы компания Eco-Project компания Батырбаев келіп отыр. Қоғамдық тыңдауды өткізу үшін алдымен қоғамдық тыңдауға хатшыны тағайындап алуымыз керек. Хатшы Болат Берзат. Қарсыңыз ба? Кім ол хатшы? Ол хатта не айтылды? 100% жазылды. Бар ма? Өзі Саржалдың тағдыры шешіліп те тұруы мүмкін. Ертең маңырап, жау өткеннен қылышын шақты. Енді қоғамдық тыңдаудың келесідей регламентін ұсынамын. Регламент қоғамдық тыңдаудың қатысушыларын тіркеу, жергілікті атқарушы орган өкілінің кіріспе сөзі, қоғамдық тыңдау хатшысын сайлау, баяндамасын тыңдау, сұрақтар мен жауаптар, пікір алмасу, қоғамдық тыңдау хаттамасын қабылдау. Регламентке бәрі қарсы емессіз ғой? Менің есім Батырбаев Асқар болады. Бүгін келген мәселеміз барлау лицензия бойынша 25-30 жылдарға арналған Абай облысы жеке учаскесіне қатты пайдалар қазбалар барлау жоспарына ықтимал әсерлер туралы есеп. Жеке учаскесі ең жақын елді мекен Саржал ауылы, ол 44 шақырым қашықта орналасқан. Жеке учаскесінің ең жақын су объектісі 275 метр қашықта орналасқан, ол Ащысу өзені. Қандай жұмыстар жүргізіледі? Ол деген геологиялық маршрут, геофизикалық өлшемдер, электромагнитный, аэромагнитный съемкалар, барлау жұмыстар. Қазіргі жағдайда көз бастаушы көз анықталған. Оның ішінде 2 ұйымдасқан және 2 ұйымдаспаған ластауыш заттар болу көздері. 2025-2030 жылдары 11 тонны ластауышы заттар шығарулар көлемі. Жаңа мен айтып кеттім ғой, 4 ластауышы көздері. Оны қандай айтып кеттім? Ол ДСК, дизель электрогенераторлар станциялар. Сосын ДЭУ, бұрылау қондырысының күштері жетегі. Сосын арықтар экскаватор мінгілеу және бұрылау қондырысы. Осы бұрылау жұмыс кезінде қалдықтар
қандай болады екен? Ол деген бірінші қатты қалдықтар, қатты тұрмыстық қалдықтар және құрылыс пен бұзылу аралас қалдықтар, металл сынықтары және пайдаланған мотор майлары и майлардың шөліктері. То есть жиналған кезде майлардың қалдықтарын сүрткен кезде сол майлы шөліктер және адам тамағын қалған сол ТБО, қатты тұрмыстық қалдықтар дейміз ғой, солар қалады көбісі. Sonra қалдықтар бәрі бір жерге жиналады контейнерге. Сосын специализированный қалдықтар мамандырылған мекемелерге тапсырылады. Сол жерде ешқандай қалмайды. табиғат қорғау шара жоспары. Барлау жұмыс жүргізген кезде санитарлық аймақта жылына 4 рет өлшем жұмыс кезінде сызғының ортасында, жүргізген ортасы аймағында сызғымен келіп өлшейді. Қандай оған зиян келтіріп кетірмеген. Жылына 4 рет. Сондықтан да Орман шаруашылығы және жануар дүниесі комитеті Абай облысы бойынша орман шаруашылығы және жануар дүниесі ауыл инспекциясының ведомствосының жоспарланып отырған қызмет учаскесі мемлекеттік орман қорының жерлерін және заңды тұлғалар мәселесіне ең ерекше қолданатын табиғи аумақтан тыс орналасқанын хабарлайды. Охотзоопром жоспарланып отырған қызмет учаскесі Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген сирек және жойылып бара жатқан тұяқты жануарлардың мекендеу және көшу жолдарын жатпайды. То есть қазіргі уақытта біздің жүргізген жұмыстарымызда қызыл кітапқа жататын жануарлар жоқ және охотпром дейміз ғой, жануарлар соларды бізде оларға хат жаздық, олар бізге хатқа жауап берді, онда бізге ешқандай әсер бермейді екен. Болды. Аяқталды. Сұрақтарыңыз болса жауап береміз. Сонда геологиялық барлау ма? Геологиялық барлау, иә. Қандай компания? Мерилдыс деген. Немене? Мерилдыс. Түркия ма? Иә. Бұл әлі барлау ғана жүріп жатыр. Иә. Разведка. Барлау. Енді жүргізеді. Қанша қоры бар, ештеңе бересіз. Қалай? Бұрын тексерілген бе дейді алдында. Енді тағы да тексереді. Бұл тексеріп керегі жоқ, тексеріп керегі жоқ. Бұл анау Өскеменнен Қарағандыға дейін жердің астында бәрі светпен металл екенін мен баяғыдан білемін. Оны бұрыннан білеміз. Бұл жерде қанша запас, оны кім сол кезде келе ме? Жоқ, әлі қазір белгілі ме? Орыстарды тасып кеткен. Жоқ, ол белгілі емес, оларды қайтып тағы да істейді да оны. Қайтып бұрылау жұмыстар жүргізеді, қайтып разведка жасау керек қой. Оны анықтау үшін. Сол компания Нақты бар ма, жоқ па деген. Компания өздеріңді жалға алып тұр ғой. Бұрылау. Осы жерде тексеру, геолог барлау жүргізеді. Өздерің қандай компаниясың? Біз экологиядамыз. Экология саласы. Алында саған сұрақ болды. Егер сіз экологиялық компанияда болсаңыз, жаңағы оқығандарыңыздың қаншалықты осы ортаға зиян бар? Енді өзім мен адам құрылысымен салыстырған кезде, мына жерде 40 жыл атом бомбасы жағылды, білесіздер ғой, осы полигон жерге сарған төтенше жағдай тұр. Енді сіздер келесіздер де қазір қазып тұрғылап кеткеннен кейін ол да асқазандағы эрозия соқты болмайды. Жоқ, ол кезде болмайды ешқандай. Онда нақты бір точканы определить етеді, сол точкадан бұрылып салады, терін шығарады да болды, ол тапсырады. Сосын ол тапсырғаннан кейін оны зерттеп, қандай ішінде не бар, мыс бар ма, алтын бар ма, темір бар ма. Турашты суды жоғалса керек.
ащы су я мына сіздің картада көрсетсе қай жерге болады. Мысалы мынау трасса былай қарай сажалдың жері мынау ғой трасса. Былай тұру керек қой. Жолдың дұрыс тұрады ғой. Былай трасса. Жолдың мына жағында. Сонда жаңа сырт жағында тұру керек. Бұл значит полигонның жері ғой. Мынау полигонның жері. Бұл сажалға кірмейді мынау. Ядерный полигонның жері ғой. Но Бәкішжанның өзі кірмейді сажалға. Кірмегенмен ең жақын аймақ сажал болып тұр ғой. Бұл кісілер бәрі ең жақын сажал болып тұр. Ең жақын орнына ар жағысы тағы да еще 60-65. Не жаңағы шағанша ащы су. Осы біздің болған жұмысымыз ащы су. Тіркеліп жүрсеңіз қатысушы ретінде тыңдауда. Ол компания енді жаңағы өздеріңе тапсырыс берген компанияға осының қорын доказать еттің. Бар еді. Мысалы мына жерде қаздан азыр. Кімдер? Біздің осы сажалдың территориясы баяғылар совет өкіметі кезде қазған. 5 жылда қопарды, 5 жылдан кейін сол жерді бір қылтап тастап жүреді. Тілейдің әр жағы. Bütün дүниесін бәрі қопарсақ, бір қылды. Кетті де қалды. Жоқ, мына бұрлау жұмыс кезінде онда. Жоқ, ол бұрлау емес. Ол компания сол алтын алды ғой. Қазына Карьер қазды, оған акционитін әкелді, совхоздан қанша әлгі не сұрады олар. Сол кезде компаниядан түскен саламға дейін сұрады, білмеймін, саламға әкелді. Bütün салам бәрін тасып әкетті сонда. Мен сонда инженерім ғой совхозда білемін. Совхоздың бас инженері болған сол кезде. Bütün соның бәрін осы техниканың бәрін жауып соған салам тасып қаламыз. Содан өздері топырақпен жаптырған естеді. Біз ойлап жүрміз, ол бір үлкен организация пәленбай жыл тұрады екен. Ат сен 7-8 жылдан кейін әр жерін бәрі қопарып кетіп қалды. Не керек ондай? Ондай нәрсе. Ол біріншіден біздің сұрауымыз қой. Біздің соның қопарып тастағаны қазірге дейін жатыр. Неше түрлі көлшіктер, неше түрлі зданиялар бәрі бір мола сияқты. Қайта біреу, қай уақытта неткен сияқты қалды, бітшіт болды. Не мал жайылмайды, не түк жайылмайды. Қожалықтар келмейді мұнда. Қожалықтар келу керек қой. Осы арада гуілдеп отыру керек, 70 қожалық. Соларға керек қой. Бізге не керек ол, пенсионерлер? Қожалықтар білмеймін неге келмейтін. Осы арада мал асырайтындар. Соның малы жайылады ғой. Сол жерден ащы судың жаңағы сеніп тұрған жерінен ащы су барады ғой. Bütün сажады қожалық. Қазір ауылдың маңайында шөп жоқ. Түгел солды лағып кетеді далаға. Ал отыр мына мал асырайтындардың бәрі үйінде тығылып. Білмеймін мен бұлай бола беретін болса Қазақстанда жер қалмайды. Қопарылған бірдеңе мынау мұқырлау қопарылған. Мына жерде мына полигонның ішінде мына жерде вообще керемет көп алтын іздеп қазған жерлер. Ол биология барлау картада көрсетіп тұрған жерді жазда бұрғылап кетті ғой. Bir жыл емес қой ол. 3-4 жыл. Осы 2 ай мөлшерінде. Ол 3-4 жыл бұрғылайды ғой ол. Жоқ, 2 ай. Жүрді. 2 ай мөлшерінде сол жерде уже бұрғылап вагондармен, несімен тұрып, қазір. Менде бар ғой, менің ұқарым бар ғой. Есім алған болады, түрмен кәдімгі істеп жүрмін. 2 апта болды осы жерге келгенімізге. Түркия осы компанияны где-то Брайберін сатып алған қазақтардан. Осы разведканың контракт. Жоқ, еще жоқ, ешкім ештеңе бұл бармайды, экскаватор жоқ.
дом шығарған кезде бұрғанмен кеседі. тек қана жоспарда да. Ол слойын қарайды, 3D картаны жасайды, бірдеңе бар ма жоқ. То есть қазір ақшаны шығарады осыдан. Осы. Переработка, долбышы, фабрика, баратын командадан шықпайды сондай. Просто қарайды, бірдеңе бар ма жоқ. Стоит, не стоит. Я бұрын естіген сөздерден бірдеңе бар деген, суздаль бар, маңында бірдеңе алтын бар ма жоқ па, соны қазір қарайды. Жоқ болмаса, все, кетті ашылады. Бұл енді қандай немен келіп тұр? Бірдеңемен келіп тұр ғой. Бірдеңеге сүйеніп тұр ғой. Бұл жерде бар не? Бар, көкетауды ашылсыңдар, көк түйін шығармай салдыңдар. Бұнда тегінде бар, елгенің қонымша, осы қорын жеп дейтіндер. Бұл стоит емес пе? Әйтсе туда бар екенін явно. Технологиялармен составы Бұл жерде бар екенін бірақ енді осыны ертең анықтайды бәрі. Мысалы, жаңағы сатылған ақшаны детальдар алсамайды ғой. Осыны қазған күнде ертең мен ақтаймын бар. Геологиялық барлаудың өзін біреу сатып алып тұр ғой, ұтып тұр ғой. Барлаудың өзін біреу ұтып тұр ғой. Өздері ұтып тұрсын енді барлау. Тексеру сіздер ұтып тұрсыздар ғой компания. Тексеру? Иә. Жоқ, біз тек экология жағынан. Жоспарда барлауды кім алып тұр? Абай жақты келмейді. Абайда математикта көреді. Жасайды, лабораторияға тапсырады, қарайды. Қазір пока осы сөз ғой, анда бірдеңе бар, анда бірдеңе бар, андаға барыңдар, андаға барып бірдеңе тапты. Компания келсе, оның запастары көбірек болу керек та. То есть бір жылға емес, ол кірсе, үлкен фабрикасы, ол Суздаль мысалы, үлкен компания негізі. Бұл запасты қарайды да, 10 жылға запас бар. Ертеп шығарады, фабрика салады, сол құмнан шығарады, ол самород ештеңе болмайды, құмнан шығарады. Технология басқаша. Ол бөлек чуть-чуть. Бірақ запастарын қарау керек. Смысл бар ма ана 40 миллиард теңгенің фабрикасын салу жоқ па? Соны бар ма оған? Тек қана пока Бәсе 2 жылдай бар болмаса бұл 2 айда неме бар дейді. Басқа осы жерде жиналып, компаниясында стадионға кездесеміз ғой. Иә, ол бөлек білсеңіз, бөлек мәселе. Енді қазу үшін бөлек бар. Осы жердегі осы отырған халыққа не үшін келсек тұрды, ал енді осы жердегілер қазір жаңағы айтқандай жиналып, жоқ, мына жерде қазбаңдар, осы халық осыған қарсы болса, разведка жасамайсыңдар ма? Жасай бересіңдер. Заң бойынша жасаймыз. Жоқ, енді бәрі кездесуіміз керек, айтуымыз керекпіз ғой жиналып халыққа. Қандай жұмыстар жүргізейін деп жатырмыз деп. Ертең сұрақтар болмасын, мыналар не істеп жатыр, аналар не істеп жатыр деп. Иә, біз бәрін түсіндіріп, бәрін айтып тұрамыз. Осындай жұмыс жүргіземіз деп. Учаскенің көзертің қай жерде екенін. Мемлекет рұқсат беріп тұр ғой. Жоқ, әлі мемлекет рұқсат беріп жатқан жоқ. Біз тек қана қоғамдық тыңдау жүргізіп жатырмыз. Енді оның әр құжаттарын жинап, экология департаментіне және табиғи ресурс нелерге жібереміз. Мемлекет органдары олар қарайды. Рұқсат алғаннан кейін, тек қана содан кейін біз жібереміз. Негізі экологиядан кетіп тұрған кісілер бұл үкімет қай жерге қалай кімді жіберу керек екенін білу керек. Негізі біздің Семей, осы Абай облысы, негізі ауыл шаруашылық жері бұл жерде. Бұл жерде бұрын өндірістік ештеңе айтқан жоқ, мына полигон тұрғаннан кейін. Енді біз қазір өзің еттің бағасы қайда кетіп бара жатқанын білесің. Просто бұл жерде шатастыруға болмайды адам. Бұл қалу керек солай. Наоборот, керісінше бізге мына жердің құнарын сіздерге біз қазір өтініш жасаймыз. Осы құнарын жердің бетін бәрін тексеріп, мына полигонның жерін қалпына келтіруді сұраса қалай болады сонда? Бізде мынандай бар ма жоқ па? Біз ертең бір компанияның, менің мысал үшін бала-шағам артымда ауылым бар, ең бастысы 2000 азамат. Мен солардың қамы үшін сіздерге айтып отырмын. Лучше одан да оны бізге қалдырыңыздар ол жерді. Сіздер жердің бетінші бірінші қыртысын несін өткізіп, анализден өткізіп,
осы жерде емдейтін жағдай туғызып берулеріңіз керек. Бұл мына неде де бар ғой, мынау кейінгі шыққан заңда да бар ғой, мысал үшін. Елімізге мысал үшін мына полигонға аз ақша бөлініп жатқан жоқ. Біз өзіміз қаздығын беретін ауыл болғанда. Бұл негізі ауыл шаруашылық жері. Кезінде мына полигон болмағанда, мына ауылдың сыртына шықсаңыз, жазғы мен бала кезімде шиден әр жақтағы мал, ішінде жүрген мал көрінбейді. Қазір барсаң ине жоғалтсаң тау боласың. Қазір көп жерлер уже жайылымға да жарамай қалды бізге. Соны түсінесіз бе? Мен сізден сұрайтыным, менің осы өтінішімді сіз әрі жеткізіп берсеңіз. Бәріне видеозапис жүргізіп жатыр. Протоколдар, мен айтқан сөздер. Біздің протокол бар. Протокол бар. Протокол береміз. Қалай сіз? Протокол хатшысы бар ғой. Хатшысы бар ғой. Сонда мен түсінбей отырмын. Жандос сен, олжас сен бастап бердің, сен керек. Сонда протоколды кім толтыру керек мындай қоғамдық неге тыңдауға? Негізі Сіз толтыруыңыз керек па, или бұлар толтыру керек? жоқ, вообще біз толтыруымыз керекпіз. Хатшымен бірге екеуміз толтыруымыз керекпіз. Қандай сұрақтарыңыз бәрін жазып, тексеріп, қандай топтамасы бар. Және видеозапис жүргізіліп жатыр. Видеозапис та болады. Ол интернетке саламыз. Сол интернеттен қарап отырмыз. Мына жақтан табиғи ресурстар бар. Олар да тыңдап отыр, қатысып отыр. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Өз басында жатыр, рахмет. Қоғамдық тыңдаудың мақсаты немен болып шешіледі, ал бәрі болды. Жоқ, халыққа хабарландыру. Түсіндіру, айту, қандай жұмыстар жүргізілді деп жатыр. Неше буровой қандай зиян келіп жатыр, қандай Екі жыл деді ғой. Буровой неше дейді? Қазір Үшеу? Вообще перспектива қанша? Уже қазір тексеріп жатсыңдар. жоқ. жоқ келіп жатыр. Адамдар алып жатыр. Аға бір құжаттар алмаса ешқандай не жүргізілмейді. бір айдың ішінде ғана сатып алды сол. Саржанға қойып беріңдер. Саржанға Неге байланысты болып жатыр? қазір жик деген Үшеу будет етуге дайындалуға. Иә. Құжаттар бар ғой неше. Примерно қанша тереңдікке нетеді сотқа? Болған жерден қанша жерде тұрып өтеді? Астынан бұғата түсіп. Жаңағы айтқан жерде бар ғой, еуіп тұрып отыр, қош тұрсын менен. Бүкілге саңгымен жүрді. Ана арқандар көрген бір бақыт. Жаңа ойнап тұрды. Көптіктің бәрі қарып шыққан. Ол данды, мына жақта да қарып шыққан. Ол данды тегін қалған. Тұр ғой ол. Жаңағы Түркияда соны сатып алады. Енді соны қайтадан анықта, соны бастап кейін соны қайдан біледі. Тегін басып кеткен жоқ қой, оларда көріп кетті. Ол кезде мемлекеттің күші келмеді ме келді. Ақсайға мүмкіндік болмады ма екен, бірақ зерттеп келді. Күші болған жоқ қой себебі. Бір қарастырып та өзі қалды. Енді ол келешек, енді ол сендердің біз бар ма мынау әлеуметтік желіден қазір өзің көз ашпайсың. Қайсысы дұрыс, қайсысы адамы болмайды. Енді осы жолы сағатшы жақтарын естің бе?
мал қайда мысалы осындай не қазған, содан кейін ақырында оған қытайлар келген, қазір сол жерде сол жаңа айтқандай қойшы шоғандардың бәрін жерде қуып жүреді. көшіріп жатыр. Соны қожалықтарға мен соны ұғындыра Мен алмайсың. оның қаншасы шын енді әлеуметтік желіге қожалықтамасын десе бәрін. Егер мынаның астынан бірдеңе шығатын болса, туы бар кетіңдер деп кет. Өкімет сайлайтын шығар бұл. жердің астында байлықты оның үстінде күшті қатысы жоқ. Сен онда қарамайды. Егер ананың астындағы ақтайтын болса, сен қарамайды. Онда қожалықтың теке қажеті жоқ. жоқ Бәрі сақайды. олай қатетсін бұл жерде жалғыз Қате түсінуге емес. Ол сен ойласа ше, қағып жатыр мына мысалы. берген тамақ неме ішіп отырмыз екен өзімізді үміттерге көметін болсақ сөйтіп қожалық бұл жерде Оның бәрі тырқыратып шығады, егер бұл жерден пайда. ол сіздердің надандықтарыңыз ол болып шықса мен уже 2016-дан бері жер сатылмасын дегеннен 478 мың штраф төледім. Жер сатылмасын деген бос сөз. Жер сатылмаған мемлекет іштегі yok. Сол кезден бастап ненің Жер сатылмасын деген болады. Жер деген материал. Ол деген өкіметтің қолда тұрған ақша. Ол сатады ол жер. Кімге болса материал ол материалды қалай пайдалану бос сөз. Оған миыңды ауыртпа. Өкімет жерді қалай болса да сатады. Өкіметтің кім ол? Өкіметтің кім? Бірінші конституцияның бірінші алдында жазылып тұр. Мемлекеттің басты құндылығы халық деп. Өз құқыңды өзің пайдаланбасаң, біреуге неге жабасың? Болып жігіттер мен қайттым. Рахмет сіздерге. Қарсы бар ма? Рахмет. Табиғи ресурстар сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет. Жоқ, қысқа жауап. Ашыла қалатын болса, осыны сатылына алыңыздар. Көбінесе бәріміздің айтқаным айтқан қосады. Жоқ, ол бұлар жасамайды ғой. Жоқ, бұлар тыңдауда халықтың пікірі мынандай сөздер айтылады.